Байрақ иле бірлештірілген. Қырым-татар байрағы Португалияға келіп шықты. Кенлігі 3 метр, ұзынлығы 4,5 метр олған байрақ Лиссабон шәрінің мейданларындан бірісінде яйдырылды. Акция іштіракчилері Украин диаспорасы мақсат дүния топлылығының диққатыны Қырым-татар халқының күрешіне желп еттірмек. Бұндан evvel байрақ Австралия, Америка Бірлешкен Devletlері ве Канадада oldu. Şimdi sesiyatını Avropada devam etti. Ukrayna ve Kırım-Tatar cemiyeti bayrak üstünde öz imzalarını kaldırdılar. Это акция для того, чтобы объединить. Бу акция четелде яшаган Кырым-татар ве украинларны бірлештірмек үшін кечірілі. Вешімдікі вақытта ешғал алтындaki топрақларда бұлынған Кырым-татарларға украинлерге қол тұтмақ ве олар ұнытылмағананы көстермек үшін япыла.